күйеуімнің футболкасы. Жоқ, жумаңыз, ұят болады, ыңғайсыз болады. Еркектің киімін аяққа отламайды. Еркектің намысы, абыройы үшін. Бір үлкен ғұламадан қалған қазақи дәстүрде бір мәселе бар. Енді бір сөзді түтет, айтпайын десем, енді айтуға тура келді, сабақ болсын. Мына еркектің кішкене беделін көтергім келіп тұр да. Құдай көтерген бедел, ол мен көтерген емес, Құдай көтерген бедел. Бір әйел күйеуге шығады, бір қыз күйеуге шығады. Көп жылдар бала көтере алмайды. Бармаған тәубі, ішпеген дәрісі қалмайды. Әбден қиналады. Бір ұстазға барады. Ұстаз қарап тұрып айтқан сөзі бар екен. Сіздің әйелге айтылған екен. Мына қазір ғой енді ұлы сөздің ұяты жоқ, жалаяқ қолданады ғой енді. Қазақша жалаяқ десем түсінікті ғой. Сен еркек күйеуіңнің киімін жалаяққа етек кіргің келгенде қолданғансың деген жауап берілген. Сонда әйел айтты, иә, мен сондай әдетім бар еді дегенде, осы нәрсені қоймайынша бала көтере алмайсың деген екен. Сондықтан, құрметті ағайындар, қарындастар, еркектің дәрежесі бар. Еркектің киіммен пол жуу, жалаяқ ретінде қолдану, аяқ астына таптау, бұл баланың да тәрбиесіне кері әсер береді. Жаттап алыңыздар. Кейбір үйлерде болады, әйелдер аптасына кірлер үйіліп жатады, жумайды, жылына бір жуады, аптасына бір рет жуады. Сол кезде ең болмағанда еркектің кір киімін сәл жоғарырақ қойыңыз бала шағаның алдында. Ертең өсіп келе жатқан қызың өзің ерін құрметтейтін болады солай. Басқасын айтпайын, осы нәрседен ақ тәлім алуға болады.